Сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видео көрерменнің сұрауы бойынша комментарияға жазып еді ғой. Угри туралы шығарыңызшы деп, яғни түсінгенім угри бар, угрин кетіре алмай жүр. Сол туралы сол қалай кетіру керек екен осы видеода айтатын боламын. Видеоны жалғастырмас бұрын лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер достар. Ол үшін бізге угриді кетіру үшін салицилік кислота 1%, ас содасы керек болады және ватный палочка керек болады. Бірінші, егер угрейіңіз болса, сіздің шығып келе жатса, салицилік кислотамен күйдіруіңізге болады. Осыны ватный палочканы аласыз да, салицилік кислотаға батырып аласыз да, сосын угриға жағасыз, соны басып тұрасыз, точный басуға болады. Содан кейін, егер көп болса угрейіңіз, әр жерде бетіңізде қаптап тұрса, яғни көбейіп бара жатса, ол үшін соданы суға, яғни бір қасық соданы сәл бір 2-3 тамшы суға араластырып, яғни қоймалжың болып каш сияқты болып тұрады, соны бетіңізге жағып 10 минуттай ұстап тұрасыз. Сол кезде бетіңізге, яғни пилинг ретінде де әсер етеді және угриді де кетіреді. 10 минуттай ұстап тұрасыз, сосын жуып тастайсыз. Болды. Осы қарапайым үй жағдайындағы әдістерді шығаратын, үй жағдайында, яғни алуға болатын қарапайым заттармен сіздерге айтып жатырмын. Ас содасы әрбір үйде бар, сондықтан да қолжетімді үй жағдайындағы әдістерді айтамын мен көбіне. Қарапайым халық үшін, қарапайым достарым сіздер үшін көрсін деп, білсін деп айтып жүрмін. Осындай қазақша контенттерді қолдап жүріңіздер. Қазақша контенттер YouTube'да аз, бар контенттерді қолдап, жақсы лайктарыңызды аямаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта қаншама керемет видеолар шығады, яғни пайдалы видеолар сіздер үшін. Сондықтан да лайк басып, комментарий жазып, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Басқа адамдардың да беттерінде угри болуы мүмкін, кетіре алмай жүруі мүмкін. Сондықтан да бұл көмектеседі деген ойдамын. Басқа достарыңызбен де бөлісе жүріңіздер.